Мен сіздерге бұл видеода Ремені қосымшасы туралы айтқым келіп отыр. Бұл қосымша арқылы сіз бұрынғы ескі фотолардың сапасын және де сапасы нашар суреттердің сапасын жақсарта аласыздар. Сонымен қатар жасанды интеллекттің көмегімен осындай керемет суреттерді жасап шығара аласыздар. Яғни сіз фотостудияға уақытыңызды, ақшаңызды кетірмей-ақ осы Ремені қосымшасы арқылы осындай керемет суреттерді жасай аласыздар. Ол үшін Play Market және App Store-ға осындай Ремені деген қосымшаны жүктеп аласыздар. Қосымшаға кірген кезде сізден 8 өзіңіздің суретіңізді жүктеуді сұрайды. Міндетті түрде 8 суретіңізді жүктейсіз. Одан кейін қосымшаға кірген соң ең астыңғы жақта осындай фотография деген функция бар. Соның үстінен бассаңыздар, міне әртүрлі фондағы және әртүрлі осындай кейіптегі суреттер шығады. Сол өзіңізге ұнайтын бір суретті таңдап, мына жерде использовать этот пресс деп тұр, соны басасыздар. Осы бір фонның өзінен бізге 5-6 фото дайындап береді. Міне біздің суретіміз дайын. Егер де бұл сурет сізге ұнамаса, астындағы картинка батырмасын бассаңыз, бұл сурет өшіп кетеді. Егер де сурет ұнаса, өзіңізге осы батырманы басу арқылы жүктеп алсаңыз болады. Міне осындай бірнеше өзіңізге ұнаған жасанды интеллекттің көмегімен суреттерді және де видеоларды жасап шығара аласыздар. Жоғарғы жағында осында міне фото десеңіз бірыңғай фотолар шығады. Егер де видео деп бассаңыз, осында бірнеше видеолар бар. Осы видеоларды да қолдансаңыздар болады. Ал енді егер де сіздің суретіңіз нашар болса, не болмаса, сапасы нашар болса, не болмаса, ескі суреттердің сіз жаңағы сапасын жақсарта аласыздар. Ол үшін осында ең астыңғы жағында улучшить деген функция бар. Соны басасыздар. Өзіңіздің жаңағы бір фотоны таңдайсыздар, сапасы нашар, қай фотоны өзгерткіңіз келеді, улучшить деп басамыз. Де астыңғы жақта фильтр деген функция бар. Осыны басатын болсаңыздар, сіздің бейнеңізді мультяшный жаңағы мультфильм кейіпкері секілді фонда шығарып береді. Мысалға мен қазір бір фотоны жасап көрейін. Біздің суретіміз дайын. До и после. Өте керемет шықты. Және де астыңғы жақта әртүрлі эффекттер бар. Әртүрлі кейіпте сіздер өзгерте аласыздар. Үстін бассаңыз сізге өзгертіп береді. Маған қазір қажет емес. Өзіңізге ұнаса сақтап алсаңыз болады. Және WhatsApp-қа, Instagram-ға жіберуіңізге болады. Егер де сіз ер кісі болсаңыз, мына жерде настройка бөліміне кіріп, настройка бөліміне и фотография деген басқан кезде, осы жерде міне жоғары жақта карандаштың белгісі бар. Осыны басасыздар. Мужской деп бассаңыз, ер баланың осындай суреттері шығады.